Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қазанның қақпағында пісетін өте дәмді тандыр нандар жасайтын боламыз. Пеште пісетін нандарға қарағанда дәмі ерекше, өте тез дайындалатын болады. Сіздер де видеоның соңына дейін көріп жасап көріңіздер. Ең бірінші кезекте жылы суымызға жылы сүтімізді қосамыз. 1 шай қасық қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Және де 1 шай қасық толтырып ашытқымызды салып араластырып, бетін жауып, бетіне шапка пайда болғанша жылы жерге қойып қоямыз. Біздің суымыз бен сүтіміз қатты ыстық және салқын болып кетпеуі қажет. Енді осы електен өткізілген ұнымыздың ортасын ашып, жаңағы қойып қойған апарамызды құямыз. Осының үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып араластырамыз. Сұйық майымызды қосып, араластырып, қолымызбен қамыр илейміз. Барлық қажетті заттарды видеоның астында описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жерден көріп жасасаңыздар болады. Міне біздің қамырымыз өздеріңіз көріп отырғандай осында орташа тығыздықта қаттырақ қамыр болады. Енді осының үстінен кішкене сұйық майымызды қосып, тағы да осылай қолымызбен басып билеп жібереміз. Енді қамырымыздың бетін осындай салфан қалташасымен жауып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа қалдырамыз. Міне осындай шамамен 1 сағатта менің қамырым өте әдемі болып осылай көтеріліп шықты. Енді осымен жұмыс жасауды бастаймыз. Қамырымызды теңде 2 бөлікке бөлеміз. Сіздер таразымен бөліп алсаңыздар болады. Және де осылай күлшелеп, бетін жауып, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Осы аралықта біз қазанымызды және қазанның қақпағын қыздырып алатын боламыз. Қазанымызды отқа қойып, енді қазанның қақпағын орташа отқа қоямыз. Әйтпесе біздің қазанымыздың қақпағы күйіп кетуі мүмкін. Осылай қыздырып, енді жаңағы қойып қойған күлшелерімізді ортасынан қолымызбен күлшеміздің ортасынан баса отыра, осылай нанның формасын жасап алатын боламыз. Осы ортасы қатты көтеріліп кетпеу үшін қолымызбен жақсылап басып және вилканың көмегімен осылай тесіп алып. Егер де сіздерде нан ұрғыш болатын болса, нан ұрғышпен ұрып алсаңыздар болады. Енді нанымызды екінші астыңғы жағына аударып, астына осылай жұмыртқаның ағын жағып шығамыз. Енді осындай қызып тұрған қазанымыздың қақпағына нанымызды жайғастырамыз және де осылай қолымызбен кішкене басып жібереміз. Біздің қазанымыздың қақпағына осылай жақсы жабысқанын қадағалайсыздар. Енді осы нанымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. Достар, менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және поделиться кнопкасын басып, өздеріңіз достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Енді осылай қамырымыздың бетіне әдемілеп жағып шыққаннан кейін қалауларыңызша үстіне күнжіт себесіздер және де қара күнжіт себуге болады. Мен мак септім. Енді осы қазанымыздың қақпағын қазанымызға жабатын боламыз. Ол үшін бірінші қазанымыздың асты күйіп кетпеу үшін осындай 1 уыс тұз сеуіп алыңыздар. Ол міндетті. Тұз сеуіп алып, енді қазанымыздың қақпағын жабатын боламыз. Және де астын орташа отқа қойып қоямыз. Шамамен 15-20 минутта пісіп шығатын болады. Енді екінші күлшемізді алып, осылай нанның формасын жасап, ортасын вилкамен тесіп дайындап қоятын боламыз. Бірінші нанымыз піскеннен кейін екінші нанымызды да дәл сол ретпен
қазанымыздың қақпағын асты жуып алып қайттан қыздырып екінші нанымызды салатын боламыз. Сөйтіп екеуін де солай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің нанымыз осылай әп-әдемі болып пісіп шықты. Қараңыздар, өте әдемі күшті көтерілген. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сіздермен болған ақбота, назарларыңызға рахмет. Көріскенше.